Екі ішіктен бірін қатты, бірін сәл-пәл кел бұра. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Ақиқатты айтқандардың бәрі осылай сұрласын, деп бір хақан шанағына құйған оның қорғасын. Жалған сөйлеп көрген емес соның өзінде, аппақ жалын күйдің жанын жалап жатқан кезінде. 2018 жылдың 13 маусымда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлттық домбыра күнін белгілеу туралы жарлығы жарияланды. Бұл мерекені жыл сайын шілде айының бірінші жексенбіде атап өту туралы шешім қабылданды. Кез келген халықтың негізін салушы тірегі бұл музыка. Әуен тілі әмбебап, оны планетамыздың кез келген тұрғыны түсіне алады. Халықтың әуені оның басының өткізген тағдыры туралы, қуанышы және қайғысы туралы, жеңісі мен жеңілісі туралы, қорқынышы мен үміті туралы көп нәрсе айта алады. Кез келген халықтың музыкалық мұрасының негізі музыкалық аспаптар болып табылады. Біздің халқымыз бүкіл тарих бойы түрлі музыкалық аспаптарды пайдаланған. Соқпалы, ішекті, үрмелі, бірақ ең басты музыкалық аспап және ұлттық бірегейліктің нышандарының бірі домбыра екен даусыз. Ежелден шеберлер домбыраның ағаштан және шаршадан, қарағай мен қарағаштан жасаған. Ішектерін қойдың сыныры мен ішектерін дайындаған. Бүгінгі таңда ішектерін орнына қармақ, бау пайдаланылады. Әдетте домбыраның мөлшері 80-130 см болады. Құрылымы келесі бөліктерден тұрады: бас, мойын, шанақ, ішек. Көп ғасырлық даму тарихында домбырада ойнау өнері бірегей аспаптық музыкалық күй жанрында ашылды. Күйлерден басқа домбыра терме, жыр, ән салу, айтыс және басқа да формаларда қолданылады. Домбыра қазақ өмірінің ажырамас бөлігі болды. Домбыра үні үйлену тойларында халықты қуантты, оның сүйемелдеуімен дала шешендері, ақындар шайқасты.
улы домбырашылар, композиторлар мен орындаушыларды айтпағанда домбыра туралы әңгіме толық болмас еді. Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәтімбет, Жаяу Мұса, Дина Нұрпейісова, Ахмет Жұбанов, Нұрғиса Тілендиев секілді улы тұлғалардың шығармалары бүгінгі күні де өзектілігін жоғалтпайды және сапалы музыканың үлгісі болып табылады. Домбыра және оның халқымыздың тарихындағы рөлі туралы бірнеше сағат бойы айтуға болады. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Осылайша біздің халқымыз қазақ халқының рухани кодын сақтап қалған және бүгінгі күнге дейін жеткізген ұлы музыкалық аспапқа құрмет көрсетеді. Бұл ұлы аспап біздің ата-бабаларымыздың мыңдаған жылдық жолдауы. Бұл қасиетті домбыраның үні төгіліп тұрған онда қазақтардың рухы өмір сүретін болады деген сенімі.